Сәлем достар, бүгін тортқа топпер жасап үйренетін боламыз, детский топпер. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Енді біз PicsArtқа кіреміз. Плюсті басамыз. Топпер жасау үшін бізге просто белый фон керек болады. Ол үшін осылай жылжытамыз да. Холсты деген болады мына жерде. Сол холстыға кіреміз. Сосын мына жерде неше түрлі размерлер тұрады. Бізге А4 керек. Ол үшін вручную деп жазылып тұр, соны басамыз. Сосын А4-дің размерін жазамыз. 20-да 48, 35-те 08 деп жазамыз. Готово дейміз да. На стрелка трой, фиолетовый, соны басасыздар. Сосын ештеңемен тиіспейсіздер бұл жерде. Тағы да стрелканы басасыздар. Сосын сохранить и поделиться, редактировать дейді. Редактировать-қа кіресіз. Мінекей біздің өзіміздің главный немізге шығарып береді страницамызға. Осы жерден енді стикерға кіреміз. Топпер жасау үшін детский топпер жасаймын. Қазір 40-нан шығаруға дейік. Мына жерге ол үшін метрика деп жазамын. Метрика деп жазған кезде неше түрлі кішкентай балаларға арналған суреттер шығады. Мен біреусін таңдаймын. Қазір мынаны таңдаймын. Таңдадым, енді үлкейтеміз бұны. Үлкейтемін. Бізде обрезать жоқ бұл жерде. Біз барамыз да, былайнан қойсақ кішкентай болып қалады. Екіге бөлеміз бұны. Стерканы аламыз да, былайнан просто өшірем. Осылай өшірсем. Все. Галочканы басамыз. Енді жоғарыға апарып үлкейтемін. Осылай үлкейтем, өшірге қоям. Енді қайтып стикерге кірем да, жаңағы стикерімді таңдаймын. Бұл жолы енді мына будильникпен на жағын өшіріп тастаймын, в общем. Линейкамен весіді қалдырам. Рост вес жазамыз ғой. Соған. Галочка, енді үлкейтеміз. Үлкейткенде қараңыздар, размермен бірдей қыласыздар. Үстіндегі размерден үлкен болмасын. Примерно осылай. Осылай болды. Асты жағына қоям бұны. Енді ортасына рамка қою керек. Қайтып стикерға кіреміз да. Рамка іздейміз. Рамкадан кейін обязательно бір кішкентай Микки Маус сонда қою керек. Мына Микки Маустан да салайын. Нешке қоя тұрам пока. Сөйтем да стикерға кірем да. Рамка деп жазамын. Осы жерден өзіме подходящий рамка іздеймін қазір. Желательно детский рамка. Осы жерде так көп отпай қояйын. Мына жерде қарасаңыздар, стикерға кірген кезде астында поиск, недавний, коллекция деп тұрады. Сол недавнийға кірсеңіздер, бағана пайдаланған стикерларыңыз шығады. Бағана емес, жақында. Осы бағана осыны таңдадым. Осыны үлкейтемін. Бұл енді үлкен болу керек, потому что баланың атын жазамыз бұған. Былай үлкейтеңіз де болады, сосып. Баланың атын жазып, 40-на шығару дейміз, сондықтан үлкен болады. И цветі келмей тұр. Цветін өзгерту үшін эффектіға кіреміз. Сосын эффектіға кіреміз да, цвет дегенге барамыз. Астында мына жерде цвет деген болады, соны таңдаймыз. И возмещение дегенге кіреміз. Возмещение үстін басамыз. Қатып қалды ғой. Шығып тұркен ғой. Осылай үстін былай басқан кезде өзі басқа цветке айналып кетеді. И мына ползунокты жылжытасыздар. Былай өздеріңізге подходящий. Маған енді қазір голубой керек. Или жаңағы телефоныңызда галереяда дайын рамка болса, соны алып қоясаңыз болады, қиналмай-ақ. Іздеп, мына цветін ауыстырмай-ақ. Мінекей почти кеп тұр. Так. Нешеде басқа қандайға ауыстыруға болады, соны көрейін. Мынаны көрейін. Усиление выжигания темнее.
Так, онша келмейді екен. Сол возмещениені қалдыра салам. Көк қыламын. Осы цвет болады. Готово деймін. Енді кішкене үлкейтем. Все, енді Микки Маус астында қалып қойды. Микки Маус рамканы астына жіберу үшін слойды басасыздар, сосын вниз дейсіздер. Микки Маус сразу үстіне келді. Енді Микки Маусты кішірейтеміз, рамканың ішіне салып қоямыз осылай. Все, топперіміз дайын. Енді тексті ғана жазу қалды. Будильникқа уақытын, календарға датасын, линейкаға ростын, весыға килограммын, соответственно, жазасыздар мына жерге. 40-на шығару деп алынатын жазасыздар. Все, шаблонымыз дайын. Пайдалы болсам, обязательно лайк басып тіркеліп алыңыз. Және де осы тегін шаблондар деген каналға салып қоямын. Ссылка керек болса, комментарийға ссылка беріңіз деп жазып кетсеңіз болады. Сау болыңыздар.